Инстаграмда блогерлер осы видеоны 20 досыңа жібер. Мен саған ақша, көлік берем десе, халық соны істеп жатыр. Ал Аллах тағала жұмақтан орын берем, жетімді басын сылап, мұқтажға көмек берсең дейді. Аллах барлықтарымызға жұмақты нәсіп етсін. Жыл сайын асыға күткен қасиетті Рамазан айына жеткенімізге Аллах тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Әр шаңыраққа шаттық пен бақыт, бірлік пен береке тілеймін. Біздің халқымыз ежелден Рамазанды ерекше қастерлеп, 12 айлардың сұлтаны деп атаған. Осы жақсылыққа толы болған айда барлықтарыңызға белгілі Харекет қайырымдылық қоры 30 күнде 30 баспана жобасын қолға алып отыр. Харекет әрекет жасап, көмекке шын мұқтаж болған жандарға баспана сыйға тартып келеді. Енді жерлестерімізді баспаналы болуына Оңтүстік Кореядағы отандастарымыз да атсалыса алады. Сіздің жасап жатқан азғантай садақаңыз мына әлемді өзгертпесе де, бір көмекке мұқтаж болған жанның өмірін өзгертері анық. Оңтүстік Корея Харекет қайырымдылық қорымен біз біргеміз. Жақсылық жасауда жарысайық жақсыларым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.